Қамыр салатын табақтарыңызды осылай сулап аласыздар, қыздар. Егер құрғақ болса, қамыр жабысып қалады. Қамырдың піскен-піспегенін қалай білеміз? Жылтырап шығу үшін не істеуге болады? Барлығымен бөлісіп кетейін. Бірінші еттің қамырын мен еттің өзінің сорпасына дайындаймын. Бір жұмыртқамен тұзды қосып араластырып жеріп, көлеміне қарай ұнын салып, орташа қаттылықта қамырды дайындап аламын да, әбден осылай 3-4 мәрте иін қандырам. Иі қанған қамыр тез жайылады және күш салмасаңыз да оңай жайылады. Ең алғаш келін болып түскен кезде де көбінесе қамыр жаюдан мен қиналатынмын, өйткені ортасы жұқа, екі шеті қалың болатын. Негізі қолдарыңыз дәл екі шетінде тұрса, сағат тілімен айналдырып отырып жайсаңыздар, өзі әдем болып бір қалыпты жайылады. Қайнап тұрған сорпаға еттің қамырын салып пісіріп аламыз. Піскен қамырды қалай білеміз? Қазандағы сорпаның шетінде ақ көбік жиналады. Сол ақ көбік тарқап кеткенше пісіресіздер. Сонда еттің қамырының піскенін содан білесіздер. Сосын салатын табақтарыңызды бірінші жуып, яғни сулап аласыздар. Содан кейін тұздығын салып, піскен қамырды сала бересіздер. Қамыр жылтырап шығу үшін салқын мұздай суды құйып жібереміз. Одан кейін сүзіп алып сала бересіздер. Және бізде оңтүстікте сорпасын міндетті түрде ішеміз. Бұл сорпаға біз айран қосамыз. Сонда сорпаларыңыз одан сайын дәмдірек болады. Міндетті түрде ет асқанда осылай жасап көріңіздер. Сапалы астау іздеп жүрген болсаңыздар, қыздар, Түркістан қаласы Астау бренд дүкенінен тап-таза кепкен қара ағаштан жасалған астау жиынтыққа заказ беріп алдырттым. Сіздермен де бөлісіп қояйын. Өте сапалы, бағалары да қолжетімді.